Достар, бүгін сіздермен көптеген адамның проблемасына айналатын ол пароль туралы, яғни Инстаграмның, Гуглдың парольдерін қалай тез табуымызға болады. Сол туралы бүгінгі видеода сіздермен ең оңай жолымен бөлісетін боламын. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, себебі бұл каналда сіздерге өте пайдалы, өзім қолданған барлық лайфхактермен бөлісетін боламын. Сол себепті қызыл батырманы басып қоюды және де қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар, себебі кез келген жаңа шыққан видеоны ең алдымен сіздер көретін боласыздар. Енді барлығымызда осындай Инстаграмның паролін ұмытып қалу, Гуглдың паролін ұмытып қалу деген проблема болады, және де ол сол жолды ең оңай етуге сіздерге осы видео міндетті түрде көмектеседі, себебі бұл видеода ешкім айта бермейтін құпиямен бөлісетін боламын. Және де негізінен мен осы телефоным Android болғандықтан мен көбінесе Androidта жұмыс жасайтын техникалармен бөлісетін боламын. Және де енді біз ең алдымен бұл ұмытып қалған паролімізді енді қалай тез табуымызға болады. Сол туралы өзіміздің басты тақырыпқа оралатын болсақ, енді настройка бөліміне ең алдымен бізде настройка деген бөлімді тауып алуымыз керек. Настройка деген бөлімді тауып алғаннан кейін бізде настройка кіреміз. Және де настройка кіргеннен кейін сіздерде астында осындай Google деген шығып тұрады. Google деген служба Google деп жазып қояды, және де осыны басасыздар. Және де осы жерде көріп тұрғандарыңыздай көкпен управление аккаунтам Google деп шығып тұрады. Соны басамыз. Және де сіздерде де дәл осылай шығу керек. Және де одан кейін бізде безопасность деген бөлімге өтеміз. Ол біздің осындай құпия парольдерімізді, яғни өз айтып тұрғандай, сіздің қауіпсіздігіңіз үшін жұмыс жасайтын барлық заттар осы жерде тұрады. Және де енді біз осы жерде астына түсетін болсақ, көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде менеджер паролей в вашем аккаунте Google сохранение деген осы барлық парольдерді осы жерде парольдарыңызды сақтап қояды. Және де осыны басамыз. Және де енді осыны басқаннан кейін бізде мына жерде көріп тұрғандарыңыздай кез келген қосымшаңыздың паролін осы жерден көре аласыз. Мысалы, Каспи болса, Каспи, Инстаграм. Көпшілігіміз негізінен Инстаграмның паролін ұмытып қаламыз. Және де осы жерде мысалы менің қосымшаларымның барлық парольдері осы жерде сақталған. Мен осы жерде ұмытқан кезімде осы жерге кіремді, барлығын көріп алып, маған ешқандай қиындық туғызбайды. Сіздерге де осы әдісті қолдануға кеңес беремін. Мысалы, Инстаграмға кіріп көретін болсақ, Инстаграмға кіріп көргеннен кейін бізде осындай барлық менің аккаунтымның парольдері жазылып тұрады, көрсетіліп тұрады. Мен оны тез ғана тауып аламын. Сол себепті бұл әдісті сіздер де қолданып көріңіздер, және де қолдансаңыздар комментарийға өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер, және де неше жаста, және де қай қаладан екендеріңізді де жаза кетіңіздер, себебі менің өз аудиториямның қай жақтан көп екендігін білу маған өте қызықты. Және сол себепті осы каналға да тіркелуді де ұмытпаңыздар. Және де видео сізге пайдалы болса, видеоға лайк басуды, және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.